Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Ақкөл ауылында туып, содан кейін мен атай әжемнің қолында болдым. Дерті совхозы. Сонда көшіп бардық біз. Қазір басқамыз дейді ауыл. Сонда оқып, сонда бітіріп, сосын Ақкөлге қайта келдім де, бір жылдан кейін әскерге кеттім 80-ші жылы. Әскерде болғанда осы телевизордан новости қарап, осы богатырьды ыңғай көрсететін болды. Сосын ойладым, осы дәл жанында тұрып, мен неге сол богатырьды істемеймін деп. Содан кейін әскер борышымда өтеп келгесін, осында бір жылдық курс училище бітіріп, машинист экскаватор деген. Сосын богатырьге барып орналастым 83 жыл. 10 жылдан аса помощник болып істедім. Менің алғашқы сол бригадирім Мунин деген кісі болды, бригадир. Ол кісі қазір енді қайтыс болды. Сол 41 жылдың ішінде 2 экскаватор ауыстырдым. Экскаваторда 2 помощникім болды, енді көмекшім. Екеуі де жақсы, особенно қазір енді қалған Қарашаш Самат дейді. Өзіміз бригада жарыс, енді қазақ жігіттеріміз. Енді қимайсың, конечно, бәлен жыл істегенмен. Экскаваторды анық-қанығына жету үшін бәлен жыл опыт керек. Ол енді үлкен тоқпен істейді. Любой, главный техника безопасности қарау керек. И тоғыда үлкен любой жеріне аңдып баспасаң, барлығын қарап жүру керек. Және машинистің де несі көп, жауапкершілігі. Әнде техника үшін несің, содан кейін көмекшіңе де мұқият болу керек. С крыша 3 дейді. С крыша 3, с крыша 1-ге де барып жүрдік. Астына түсіп, кейде көмірдің экскаваторлары сынып қалғанда көмірге де барып жүрдік, көмірді артып жүрдік. Наставник дегенде оқу бітіріп келіп атыр, жастар келіп атады, солар стажировкадан өткіземіз. Кейбіреуі шыдай алмай кетіп қалатындар да болды. Кейбіреуі ұнағандары қалды. Ақырғы келген енді Данияр деген жігіт келді. Енді бұлай 2 бар жұмысқа бәрі. Енді одан бір үлкен үміт күтем, енді жақсы. Мен сияқты Қайыржанов, осы еңбегімнің арқасында үйді алдым, семьямды жеткіздім, балаларды жеткізіп, осы бәрі оқытқаным бәрі осы жұмысымның арқасында ғой. Это наша с тобой биография.